Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін біз 9 сынып алгебрасын қарастырайық. Бізде 22-де екінші есеп, оқулықтың 38 бетінде. Бізде берілген не дейді? Өрнекті ықшамдаңдар дейді. 1 минус синус квадрат альфа бөлінген косинус альфа. Бізге мұнда деген формулалар қажет болады. Мысалға, мына өрнекте біз қандай формула қолданамыз? Оқулықтың 36 бетін ашсақ, бізде мына жақта кесте бар, формулалар жазылған. Бізде алымында 1 минус синус квадрат альфа тұр, иә? Ол дегеніміз не? Косинус квадрат альфа дегеніміз, синус квадрат альфаны теңдіктің оң жағына жіберсек, бізде 1 минус синус квадрат альфа болады. Яғни косинус квадрат альфа тең болады 1 минус синус квадрат альфа. Демек, бізде 1 минус синус квадрат альфа дегеніміз, ол косинус квадрат альфаға тең. Жазамыз. Алымына косинус косинус квадрат альфа бөлімінде косинус альфа. Сонда бізде косинус альфа мен косинус квадраттың, яғни бір косинус альфамыз қысқарады. Жоқ, алымындағы қалады бізде косинус альфа қалады. Екіншісінде бізде берілген косинус квадрат альфа минус 1 бөлінген синус альфа. 1 минус косинус квадрат альфа дегеніміз, оқушылар, 1 минус косинус квадрат альфа дейміз. Косинус квадрат альфа оң жағына жіберсек, ол бізде синус квадрат альфаға тең. Ал бізде мында керісінше болып тұр. Қарасақ, косинус квадрат альфа минус 1. Демек, біз мынаны 1 минус косинус квадрат альфаға келтіреміз. Бөлімінде синус альфа, бірақ жақшаның сыртына минус таңбасын шығарамыз. Жақшаны ашқан кезде бізде косинус альфа минус косинус квадрат альфамыз плюс болады, ал плюс 1-іміз минус 1 болады. Сонда бізде мынау жақшаның іші синус квадрат альфа тең. Жақшаның сыртындағы теріс таңбасын ұмытып кетпейік. Бөліміндегі бізде синус альфа мен қысқарады, бір дәрежесі, сонда қалады минус синус альфа. Келесі бізде, оқушылар, үшіншісін қарайық. Синус квадрат альфа минус жақшаның ішінде 1 плюс тангенс квадрат альфа көбейтілген косинус квадрат альфа. Жаңағы формуламызды ашамыз. Қараймыз, қайсысы бізге келеді. 1 плюс тангенс квадрат альфа дегеніміз бізде неге тең? 1 бөлінген косинус квадрат альфа. Егер біз 1 плюс тангенс квадрат альфаны орнына қоятын болсақ, бізде мұнда жақшаның сыртында косинус квадрат альфа тұр, демек қысқартылады. Жазамыз, синус квадрат альфаға теңейміз. Азайтылған. Мынауымыз бізде 1 бөлінген косинус квадрат альфаға тең. Жақшаның сыртында көбейтілген косинус квадрат альфамыз бар. Демек, бізде мына екеуі қысқарады. Сонда қалады синус квадрат альфа минус 1. Бұл дегеніміз минус, жақшаның сыртына шығарсақ, 1 минус синус квадрат альфа. Ол дегеніміз 1 минус синус квадрат альфа дегеніміз бізде мана бірінші шығарғанда не шықты? Косинус квадрат альфа шықты. Бірақ алдымызда бізде минус таңбасы бар. Демек, бізде минус косинус квадрат альфаға тең. Келесісін қарайық. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Жақшаның ішінде 1 плюс котангенс квадрат альфа көбейтілген синус квадрат альфа. Бізде 1 плюс тангенс квадрат альфа дегеніміз, ол 1 бөлінген косинус квадрат альфа. Жаңа формула бар, кестеге қарасаңыздар. Ал 1 плюс котангенс квадрат альфа дегеніміз, ол 1 бөлінген синус квадрат альфа. Демек, жазамыз. Мұнда бізде, солай жазып алайық. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа көбейтілген. Мұна жақша дегеніміз 1 бөлінген синус квадрат альфа көбейтілген синус квадрат альфа. Яғни бізде не болады? Мұнда синус квадрат альфа мен синус квадрат альфа қысқарады. Сонда бізде тек қана қалады косинус квадрат альфа көбейтілген 1. Ол дегеніміз кез келген санды әріпті біз бірге көбейтсек, сол әріп немесе санның өзі шығады. Бізде косинус квадрат альфа болып тұр. Демек, косинус квадрат альфаның өзі шығады. Жазамыз, синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа шықты. Ал бұл дегеніміз не бізде? Жаңа формуланы қарасақ, кестені синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы бізде неге тең? 1-ге тең. Демек, бізде мынаны жауабы 1-ге тең болады.